Хей, ассалаумағалейкум. Менің ютубтағы 32 подписчигім. Міне, мынау менің өз ютуб каналым. Енді 32 подписчик бар менде. Сіздерге көп рахмет. Осынша подписчик жинап бергендеріңізге. Енді мен тағы бір жаңалығым бар. Міне, ютубтан барлық видеоларым 2463 просмотр жинапты. Бұл өте керемет жаңалық болды деп ойлаймын. Және де менің YouTube каналымның туған күні 1 қаңтар, ұмытпаңыздар. Ал енді менің бүгінгі видеом негізінде Instagram арналатын болған. Міне, но менің инстаграмым Ибрахим Асылбек. 224, 57 публикациям, 28 подписчигім, 6 подписчигім бар. Яғни мен 6 адамға подписация еткем, ал 28 адам маған подписация еткен. Менің достар, өте қызықты әрі керемет видеоларым бар. Осыған да 32-ке жеткізейік. Қолдарыңыздан келсе, барлық видеома лайк басып, бұл жерден де арнама подписация етіп тұруларыңызға болады. Мысалы, мынау менің 4-ші сынып математика таңдау пәні 58-ші сабағым бар түсірген. YouTube каналымды ашпай тұрып, мен міне осы Instagramға салған болатынмын. Сондықтан осы жерде сіздер көре алмай қалған сабақтар болса, қарауларыңызға болады. Міне, өте көп. Енді 4-ші сыныптың математика таңдау пәнінен 58-ші бастап жатқан балалар болса, мына видеома кіріп қарауларыңызға болады. Міне, мынау 4-ші сынып математика 121-ші сабақ. Осылай маған комментарий қалдырып, лайк басып, просмотр жинап, подписчикке жинап берсеңіздер болды. Сұрайтыным сіздерден сол ғана. Міне, 13 сағат бұрын мен мынандай керемет бір өлең салғанмын. Барлықтарыңызға лайк басуларыңызды сұраймын осыған. Мейірімді боламыз несібелі, Құран сөзі жүректің бесігі еді. Біреу сені ренжітсе кешіре сал, Аллах сені ақыретте кешіреді. Міне, осындай әдемі де керемет бір өлең салғанмын. Соған лайк басып кетіп, комментарий қалдырып беріңіздер. Және де міне әдемі табиғаттың суреттері бар. Қазақстан үшін лайк басып кетейікші. Осыған да лайк басып кетіңіздер. Міне, сосын сабақ салуға уақытым болмай жатқан кезде осындай жауаптарын суретке түсіріп салып жіберемін Инстаграмға. Осы қарауларыңызға болады. 4-ші сынып қазақ тілі 110-ші сабақ 29-ші жаттығу бұл. Міне. Және де бір визитка бар. Плюс 7 702 958 95 95 Рақымжан Жақайымның номері. Мен алдамаймын достар. Ютубтан көріп қалғанмын, соны сіздерге скриншоттап салғанмын. Бір әндеріне жазып қойған осындай. Көп әндерін ютубқа салған. Сода өз нөмірін қалдырған. Той, томалақ дегендер болып жатса, осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Мына жерге де мені отметтетіп салсаңыздар болады. Достар, мені үлкен де кіші де қарайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан менің инстаграмыма да, мына бір ютуб каналыма да подписация етіп, барлық видеомды қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міне жаңадан прикол салғанмын. 4 просмотр жинаған уже видео дегеннен қарасаңыздар.
16 сағат бұрын салғанмын жүрекше туралы видеоны. Оның алдында 17 сағат бұрын салғанмын, яғни бір просмотр жинаған жүрекше туралы видео деген. Ибрахим қызы өлең оқуда, яғни мен өлең оқығанмын аудиомен. Осыны қарауларыңызға болады. Және де 4 күн бұрын, көп болған жоқ, дүниетану 4-ші сынып 30-ші сабақ салғанмын. Мынау видеоны жақындату деген 3 просмотр жинаған 5 күн бұрын. Достар, короче, сіздерге правила түсінікті болса, бүгінгі видеомыз аяқталды. Ертеңге дейін пока-пока.